Барлықтарыңа сәлем достар, желіде кас ММА әлем жаңалықтары және ой пікірлер. Достар, арнаға жазылыңыздар, лайк, коммент деген сөздерді енді айтпайтын боламыз. Әр адамның өз ойы бар, қаласа қаламаса деген әңгімемен қалатын боламыз. Жылдың ең қызықты жекпе-жектерінің бірі, яғни чемпиондық белдікке таласатындардың тағдыры шешіліп келе жатыр. Умар Нурмагомедов пен Сергей Морозовтың жекпе-жегі алдыңғы картқа шегерілді. Алдын олар естеріңізде болса Конор мен Дастин Порияның ивентінде еді, қазір 20 қаңтарда өтетін болды. Себептері бірнеше, әрине. Ең алдыңғы факторлар олар Конор мен Хабибтің қарсыластығы, екіншіден болса 20 қаңтарда аса көрермендерді қатты тартатын матчтардың болмауы. Дейна Уайт Конордың алда болатын жекпе-жегі жайлы былай деп интервью берді. Сөздерін аударатын болса, қазір Конор өте керемет деңгейде, тренировкалар күште өткен сияқты. Онымен кеше кездескенде мен баяғы Конорды таныдым деді. Я, ол сол баяғы Конор қайтып келді деді. Және ол маған, егер Дастин Пория матчына шықпайтын болса, маған кіммен қайда қашан екенін айтсаң болды, мен әрдайым енді дайынмын деді. Және өте қызықты мәлімет достар, марихуана дегенде ескендерің болса, я, сол зат UFC организациясы да қолдады. Жалпы түсінікпен былай, егер жауынгер дайындық кезінде өзіне күш, яғни қосалқы допинг есебімен қолданылған заттарға қарсымыз деді. Бірақ енді Ганджубасикті тартып алып октагонға шығу рұқсат деген секілді. Я, ол ақылға қонбайтын дүние, ешқандай матчмейкер оны тартып алып әрине октагонға шықпайды. Бірақ бірнеше күн бұрын шегіліп организмнен шықса, оған тиім емес деді. Әрине достар, бұл пропаганда емес, бұл өмірде болып жатқан дүниелерге тіке көзбен қарау. Макгрегорге қайтамыз. Кешегі соңғы интервьюында Мак былай деп келе жатқан ивенті жайлы сұхбат берді. Ол әрине біріншіден мен Нейт Диасты қайтып келгенін қалаймын деді. Бұл Мактың планы, ол Нейтпен трилогия ұйымдастыру мақсатында айтылған сөздер әрине. Дейна Уайт бұл сұраққа алдына жауап берген еді. Мен қазір Нейтті қайтып шығаруға тырысып жатырмын, ал бірақ кіммен матч өткізеді оны айтпады. Алдында достар, бір апта UFC Fight Pass'та керемет турнирлер келе жатыр. Бәріне қызық болып тұрған Конор мен Дастин Пория әрине менің ойымша бірінші жекпе-жекте қалай болды, екінші жекпе-жекте дәл солай өтеді. Одан да тез бітсе таң қалмаңыздар. Сіздермен әдеттегідей кас ММА ертеңгі күні жүздескенше сау саламатта болайық.